Бәріңіз сәлем, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның атауы таңертеңнен басталатын тамақтар жеймін деген челлендж болады. Қазір мен әлі таңғы асымды ішкен жоқпын. Бізде үйде таңертеңнен басталатын печенье бар. Печеньені жеп ағылшынға кетем. Ағылшыннан супермаркетке соғып, әртүрлі таңертеңнен басталатын тамақтар іздеп көремін. Мен қазір осындай печенье және де сежін деп жатырмын. Оны осы ашып қойдым. Супермаркетке кірдім. Бұдан басталатын тамақтар қарауға соктардан пиаланы алам. Вот. Және де пепси. Және де мұнда пюре. Чай ішу қазір. Вот пюре. Вот пиала, пепси, пюре алдық. Енді біз мұны пряник іздеп жүрміз. Бірақ что-то дым жоқ мұнда. Біз мұны пломбирді көрдік. Бұдан кассаға барып бәрін сатып қайтып. Мұнда помидорлар бар екен, бірақ помидорлар үйде бар. Окей. Мен деген ағылшына келдім. Бағана супермаркеттен алған пюре мен пепсиді жейін деп жатырмын. Сіздер де қазір тамақ жеп отырсаңыздар, астарыңыздан да болсын. Кішкене осыны тойдым. Енді 1-2 сағаттан кейін қарным ашса, пирог пен пиаланы жейтін боламын деп ойдам. Далда уже кеш батты, сағаты уже 7 болып қалды. Мен деген бана пюреден кейін әлдім жеген жоқпын. Үйде осындай творожный пирог бар екен. Сосын бана таңертең супермаркетке сатып алған пиаланы екеуін бірге жеймін. Одан кейін, перекус снек ретінде болады. Себебі мен банаға пюреден кішкене болсын тойдым. Қазір сізде тамақ жеп отырсаңыздар, астарыңыздан да болсын. Кеттік бастайық. курсымды бітірдім. Енді қазір деген сабағымды оқимын. Одан кейін
кешкі тамаққа қандай тамақ жесем болады екен ұйымдастырамын. При счастливой случайности бізде деген наужинға бүгін плов болайын деп жатыр. Пловтың қасына мен деген салат дайындадым. Салаттың ішінде помидор мен пияз. Сусындарда мен деген пиаланы таңдап жатырмын. Себебі газировка мен палау бір-біріне жараспайтын сияқты. Бұл деген менің парктен басталатын ең соңғы тамақтарым. Себебі бізде уже ужинді жеп жатырмыз сағат 9:30. Одан кейін басқа тамақ жемейтін боламын деген ойдамын. Сіздерге осындай видео ұнаса, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта қандай видео түсіруге болады, соны комментарияға жаза кетіңіздер. Ең бастысы, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер осылай маған өздеріңіздің қолдауларыңызды көрсетесіздер.